Бәріңізге ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге Қазақстан тарихы арнасы. Бүгін біздер қазақ еліне қазақ пен қалмақ шайқасының бірі Аңырақай шайқасы туралы айтатын боламыз. Ал ендеше видеоны бастаймыз достар. Аңырақай шайқасы 1730 жылғы көктемде Балқаш көлінің оңтүстік батыс жағындағы Итішпес Алакөл деген жерде болды. Шайқасқа кіші жүздің ханы Әбілқайыр тікелей басшылық етті. Оған қазақтың 300-нің жасақтары қатысты. Аңырақай шайқасы барысында қазақтар жауға естерінен тандыра күшті соққы берді. Шайқас даласында жоңғарлардың есеңгіреген жеңіліске ұшырап, аңырап қалған жері Аңырақай деп аталып кеткен көрінеді. 300-дің хандары мен сұлтандары бұрынғы алауыздықты қойып, күш біріктірудің арқасында жауға қарсы жұмыла күресіп, тамаша жеңіске жетті. Ұзақ жылдарға созылған қазақ-жоңғар соғысында түбегейлі өзгеріс жасалды. Жоңғарлар қазақтардан тартып алған жерлерін тастай қашты. Сонымен қатар Аңырақай шайқасы қазақ халқының жоңғарларға қарсы азаттық күресі барысындағы елеулі оқиғалардың бірі болған екен. Ал достар, осымен біздің видеомыз да аяғына жетті. Видео қысқа болса кешіріңіздер. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Қазақстан тарихы арнасы. Сау саламатта кездескенше сау болыңыздар, қазақ елі. Балалар, сендер қазақта алғаш рет жауға қарсы ор қазып қорғанған қолбасы Жәңгір екенін білесіңдер ме? Бұл 17-ші ғасырда болған оқиға. Жәңгір екі таудың арасында тар қыспаққа ор қазып бекініп, өзінен 80 есе көп қалмақтың Батур хонтайшысы бастаған қалың қолды қатты қырғынға ұшыратқан. Жәңгір ханның қолданған бұл әдісі кейіннен әскери соғыстағы ұрыс тәсілдерінің бірі болып қала берді.